Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге криптовалюта арқылы реальный ақша табатын схеманы сіздерге берейін деп жатырмын. Бұл жайлы жалпы 17 сабақ түсірдім. Әрине мына жерде білмейтін кісілер де бар. Криптовалюта жайлы хабары жоқ, Binance'ты білмейтін, ол кісілерге міне почта ашудан бастап, телефон шұқылап білмейтін кісілерге даже Binance аккаунтты қалай ашу керек, қалай настройкасын турлау керек, одан бөлек жалпы біздің стратегия бойынша қалай сатып алу керек, қалай настройкасын жасау керек, қалай стратегияны қолдану керек, біздің стратегия қалай жұмыс жасайды. Ең бастысы достар, бастаушыларға өте керемет деп айта аламын. Неге? Өйткені бұл жақта анализ жасап, басқа да дүниелер жасап, бас қатырып мүлдем керек емес. Мына сабақтарды сіздер ары кеткенде 2-3 күнде толықтай үйреніп, ары қарай бастап, 3-ші, 4-ші, 5-ші күндері уже табыс тауып кетуге әбден мүмкін. Ол үшін сіздерге не істеу керек? Осы видео сабақтарды толыққанды қарап, түсініп, жаймен бастап көру керек. Аз ақшамен болсын, мүмкін виртуалды, яғни демо шоттармен ашып істеп болсын, көрсеңіздер болады жалпы. Бұл жерде ең керемет жері ешқандай анализді қолданып керек емес. Яғни анализсіз бұл жерге кіруге болады. Яғни анализ деген ол бір бөлек дүние, ал біздің стратегия ол бір бөлек дүние. Яғни анализбен ол жақта енді көп трейдерлардан үйреніп алған кісілер қазір анализсіз қалай болады, былай болады деген сияқты әңгімелер айтуларыңыз мүмкін. Бірінші нақтылап осы стратегияны толыққанды көріп алыңыздар, сол кезде түсінесіздер. Анализбен қарағанда, анализ жасап, сіз ол жерде бәрі ұстап, анализ кез келген трейдерден сұрасаңыз, анализ 100% жұмыс жасамайды деп айтады. Дұрыс қой, Значит, көп жағдайда трейдерлар 100% жағдайда стоп ұстайды. Дұрыс қой, Ал ең мықты білетін адамдардың өзі, 5-10 жылдан бері істеп жатқан адамдардың өзі, анализбен ақша табады, көтереді. Бірақ бастауыш адамдар ешқашан ол анализбен көтере алмайды. Даже сол 5-10 жыл стажы бар кісілердің өзі анализбен мықты жасап отқан күннің өзінде ол жақта ақша жоғалтады. А мына стратегияда ақша жоғалтпай, действительно табыс табуға болады. Бұл стратегия алгоритммен енгізілген, яғни белгілі бір алгоритммен жұмыс істейді. Сол алгоритмнің арқасында сіздер бұл стратегиядан сіздер табыс таба аласыздар. Жалпы 17 сабақты сіздер рет-ретімен көрулеріңіз үшін осы жерде менің YouTube парақшам астында кіресіздер, сөйтіп ойнату тізімі дегенде бассаңыздар, страховка стратегиясы бөлімі шығады. Соның ішінде рет-ретімен мен сабақтарды салып қоятын боламын. Осы видеоға просто так тап болып қалсаңыз, яғни сөйтіп рет-ретімен көріп шықсаңыздар болады менің стратегиямды толыққанды. Жалпы, егер де сіздерге қандай да бір кері байланыс керек болатын болса, онда менің Instagram парақшамды қойып кетемін. Осы Instagram парақшаға тіркеліп алсаңыздар болады, және де кері байланыс осы жақтан қандай да бір сұрақтарыңыз болса, кез келген уақытта қойсаңыздар болады. Яғни сұрақтарыңызға толыққанды жауап ала аласыздар. Жалпы ең басты айтарым сіздерге, осы стратегияны бастап, осы стратегияны қолданып көріңіздер, прям 100% жұмыс жасайды. Яғни ақша табыс алып келеді міндетті түрде сіздер 100% бұл жақтан табыс таба алатын боласыздар. Жалпы осындай информациялар сіздерге алдағы уақытта тағы да бірнешеуін бөлісетін боламын. Бұйырса, сондықтан да осы видеоға лайк басып, комментарийға өз пікірлеріңізді жазып, қолдап қойыңыздар, және де сұрақтарыңыз болса қойып кетсеңіздер болады. Жалпы бұл кіріспе сабақ, қысқаша түсіндіріп кетейін. Криптовалюта деген не? Жалпы білмейтін кісілерге, криптовалюта деген бұл былайша айтқанда виртуалды ақша, электронды ақша болды, басқа ештеңе емес. Оны біз қолмен ұстай алмаймыз, бүйтіп көзбен көре алмаймыз, яғни қолмен ұстап көзбен көре алмаймыз, то есть. Яғни тек қана электронды бір интернеттік, әлеуметтік желілерде ғана не істейді, жұмыс жасайды, болды, басқа ештеңе емес. Соның арқасында біз не істейміз, соларды сатып алып, айырбастап жіберу арқылы біз өзіміздің пайдамызды көрсек болады, немесе сол жақта қандай да бір ақшамызды сақтасақ болады, жіберсек болады деген сияқты жалпы сондай жұмыстарды атқаруға болады. Бірақ ол жұмыстарды біз қайда атқарамыз? Жалпы биржа дейміз. Биржа деген не ол? Биржа деген осы электронды ақшаларды, яғни сақтап отыратын платформа десек болады. Сол биржаның ішінде біз кәдімгідей мысалы криптовалютаны алып, сатып, біз сол жақта өзіміздің табысымызды көре аламыз. Яғни алып сататын жер десек болады, сақтайтын жер десек болады.
жалпы сондай. Қарапайым тілмен айтқанда кәдімгі биржа ғой, кәдімгі базар, иә. Мысалға бүйтіп айтатын болсақ, біздің точкамыз бар, дұрыс қой да. Белгілі бір оптовик точка деп елестейікші, мынау біздің базар. Біз киім сатып тұрмыз. Яғни белгілі бір точкадан біз өзіміз, мысалы мына киімдерді біз 5000 теңгеден сатып алып жатсақ, иә, соны біз не істейміз, халыққа 10.000 теңгеден сатамыз. Бірақ бұны сататын бізге не керек? Точка керек, иә. Яғни біз биржаға қойып, яғни базарға бір точка алып, сол жерде не істейміз, халыққа сатады екенбіз. Соның арқасында біз не істейміз, пайда көреміз. Биржа жалпы бізге осы қызметті атқарады, иә. Соның арқасында біз не істейміз, табыс табады екенбіз. Жалпы осының арқасында біз тек қана бұл жақта криптовалюта, яғни биткоинда ғана біз сауда жасайды екенбіз. Біздің схема тек қана биткоинға ғана жұмыс жасайды. Яғни алтын, басқа да дүниелерге бұл схема жұмыс жасамайды. Иә, ол жақта енді анализбен басқамен өздеріңіз жұмыс жасай берсеңіздер болады. Тек қана биткоинда ғана біз алып сата аламыз. Басқа да монеталарды алып сатуға болмайды. Яғни біз биткоиннің алгоритмі, яғни каждый жүрісін есептеп, санап, сол жақта біз былайша айтқанда стратегия құрғанбыз. Бұл стратегия былайша айтқанда өте үлкен жақсы деңгейде жұмыс жасайды. Жалпы менен үлкен жаңағыдай білімі бар трейдерлар алған, мысалы Герчик болсын, басқа болсын, жалпы 5-10 жылдық тәжірибесі бар трейдерлар осы схеманы алған кезде басында таңғалып, прям әлі күнге дейін жалпы осы стратегиямен, осы схемамен жалпы жасап келе жатыр. Сондықтан да сіздерге мен бұл схеманы тегін беріп жатырмын, енді осыны қолданып көріңіздер. Осы уақытқа дейін мен жалпы бұл схемаларын сатып келгенмін. Я, менде бұл бір ғана түрі емес, бұдан да басқа менде түрлері бар, бірақ мен сіздерге осы бір түрімен бөлісіп жатырмын. Бірақ бұл бір түрі болғанмен де бұл жақтан да сіздер действительно ақша табады екенсіздер. Яғни алдағы уақытта сіздерге рет-ретімен сабақтарды салатын боламын. Келесі сабақта почта ашу сабақтарын көрсететін боламын. Келесі сабақтан бастап кездескенше сәттілік сіздерге. Мені де қолдап қойыңыздар, осы видеоны барлықтарына таратыңыздар, олар да ақша тапсын деген сияқты. Ең бастысы бұл жақта оборотта ақшаларыңыз болса жеткілікті. Бұл жақта 100% ақша табу мүмкіндігі бар. Жақсы, сау болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше.